Балаға айтылмайтын жеті сөз. Ата-ана болу дегеннің бірі ауыздан шыққан әрбір сөзге, сөйлемге жауапкершілікпен қарау. Бет алды ауызға келгенді айту баланың өмірге деген көзқарасын, өмірлік мораль принциптерін өзгертіп, дұрыс бағытта дамуына әсер етуі де мүмкін. Баланың ақыл-ой дамуына оң әсер ететін кейбір сөздер зерттелді. Жетінші. Сен үлкенді тыңдауың керек. Бұл сөзді естігенде балада барлық үлкендер мейірімді, жанашыр, ақылды, олардың айтқанын тыңдау керек деген ой туындайды. Бұл сөйлемнің қауіптілігі баланы үлкендердің барлығына, тіпті танымайтын адамға да сену керек деген ойға итермелейді. Дұрыс сөйлем, сен әке-шешеңді тыңдауың керексің деп айту. Алтыншы. Жылама, сұңқылдама, ызыңдама. Бұл сөзді естігенде мені жылағаным үшін кінәлап жазалауда. Сезім білдіру жағымсыз нәрсе екен деп түсінеді. Мұның әсері бала тұйықталып оқшауланады. Тұншықтырылған сезімдер ертеме кешпе ашу-ызамен жаспен сыртқа шығады. Сондықтан да дұрыс айтылуы, сені не мазалайды, неге жыладың деген сұрақтар қою. Егер бала құлап сүрінгенде қатты ауыртып алдың ба, қатты қорқып кеттің бе, неге жыладың деп сұрап, баланың өз сезімдерін анықтауға, түсінуге көмектесу. Екінші. Қызғаншақ болма, қызғана берме, берсеңші. Мұны естігенде бала менікі жоқ, бәрімен бөлісуім керек деген ой туады. Бұл балада жәбірленуші сезімнің бойына сіңуіне жетелейді. Ол өсе келе моральдық материалдық заттардың қадіріне бара бермейді. Дұрыс айтылуы, балаға ойыншықтарыңды ойнауға рұқсат етесің бе? Екеуің ойыншықтарыңды айырбастап ойнауға келісесің бе? Өз заттарын қолдануды, оларға иелік етуді үйретуде балаға ерік, таңдау беру керек. Егер бала бөліскісі келмесе, оны күшпен көндіруге болмайды. Төртінші. Кім саған бұны үйретті дегенді естігенде балада менің жасағанымды анам әкем білмейді деген ой келіп, жасағанын басқаға аударып, басқаны кінәлауы мүмкін. Дұрыс айтылуы, неге олай жасадың деп баланы біреу итермелегенін немесе өзі жасағанын еркелігі екенін біле аласыз. Әрқашанда балаға өз іс-әрекетін түсіндіруге мүмкіндік беріңіз. Үшінші. Мына жақсы балаға қарашы, ана балаға қарамайсың ба дегенді естігенде бала мені басқалардан да жаман мынау, тырысудың қажеті жоқ деген ой туады. Салыстыру баланың өз-өзін бағалауына жағымсыз әсер етеді. Ештеңеге қол жеткізе алмаймын деген ойға жетелейді. Дұрыс айтылуы, сенің қолыңнан келеді деп бала бойындағы жақсы қасиеттерді қоса айтып, оған сенетініңізді білдіру. Есіңізде болсын, әр бала әртүрлі, әр баланың қылығы, мінезі әртүрлі. Екінші. Үйге барып сөйлесеміз. Мұны естігенде менің әке-шешем маған ұрсады, үйге барғым келмейді деген ой туады. Жақсы көретін ата-анадан қорқынышты ата-анаға, ал үй балаға жаза қолданатын жерге айналады. Дұрыс айтылуы, саған неге жыным келгенін айтайын, неге ренжігенімді айтайын деп айту. Мұнда бала ашуға ашумен жауап берместен бұрын, қорқынышпен шешім қабылдаудан бұрын сіздің ой пікіріңізді тыңдап үйренеді. Бірінші. Сен кішкентайсың, сен түсінбейсің дегенді естігенде мен білгім келеді, онда басқа біреуден сұраймын деген ой туады балада. Егер бала ыңғайсыз сұрақ қойып, жауабын ала алмаса, дұрыстығы жағынан мардымсыз ақпарат көздерінен іздейді. Дұрыс айтылуы, мен қазір жауабын айтуға дайын емеспін, маған уақыт бер. Бала сұрақ қойса, елеусіз қалдырмаңыз, жауап беруге тырысыңыз. Солай ғана бала көзінде беделді боласыз. Сіз білесіз бе, ата-ана тағы қандай қателіктерді ескеру қажет?